Айналайын, жас ұрпақ. Мен Сәбирамын. 1986 жылдың сол бір ызғарлы желтоқсанында намысты ту етіп алаңға шыққан қазақтың бір қызымын. Менің тағдырым еркіндік пен әділдікті аңсаған жастықтың символы. Бүгін мен сендерге бейбіт күннің ұландарына, зорлық-зомбылықсыз балалық шақ туралы өз жүрегімнің үнін жеткізгім келеді. Бір ешкімнің сенің намысыңды таптауына жол берме. Желтоқсанда біз не үшін шықтық? Бізді ешкімнің кемсітуге, жегуге, еркімізді тұншықтыруға құқығы жоқ екенін дәлелдеу үшін шықтық. Менің аманатым. Егер біреу саған күш көрсетсе, немесе сөзбен жаныңды жараласа, үндемей қалма. Үндемеу зорлыққа жол беру. Сенің даусың, сенің қорғаның. Екі күш білекте емес, рухта. Мен небәрі 16 жаста болдым. Қарулы әскердің алдында бізде ешқандай темірдей күш болған жоқ. Бірақ бізде рух болды. Менің аманатым дұрсоқ болды. Шын күшті адам ашуын ақылға жеңдіре алған адам. Зорлық көрсетуші іштей әлсіз адам. Ол тек қорқыту арқылы ғана өзін көрсеткісі келеді. Ондай болма,